İmam Ahmad rahimahullah aytadi, bilim talab etu amaldардың ішіндегі ең afzali deydi. Kimning eğer niyeti dürüst bolsa. Demek bilim talab etude, bilim үйренуде negiz var. Ol ne? Adamның niyeti dürüst болу. Endi İmam Ahmad rahimahullah soraladı. Niyeti dürüst болу деген ne ol deb. Bilim talab etude niyet керек ekan. Ең afzal amalды istep жатыр ekan kim үйреніп жатса, bilim talab etip жатса. Сол bilim talab etudегі ниеттің жақсы болуы қалай ол десе, İmam Ahmad rahimahullah айтады, білімді үйренесің, одан мақсат өзінде болған надандықты кеткізіп, басқа біреудегі болған надандықты да кеткізуді ниет етесің. Білімсіздік. Өзіңде білімсіздік бар, соны кеткізесің, алхамдулилlah, сәлеметтік. Сол сияқты басқа біреуден де сол білімсіздікті кеткізіп, оған да жақсылықты үйретуге әрекет қыласың. Демек, бұл білімнен мақсат сол болу керек. Келешекте айтылатын, содан ардағында дұрыс амал істеген болып есептелесің.